Сәлеметсіз достар. Бүгінгі тақырып ол variable cost, fixed cost, total cost, яғни переменный расходы, постоянный расходы, общий расходы, және себестоимость, және себестоимостьтің қалай өзгеретінін, және маржинальность қалай есептейміз. Жалпы былай айтқан кезде бизнесқа таза аналитиканы есептеп көрсетеміз. Қысқаша. Сонымен мына жерде не көрсетілген? То адал. Біз не шығарамыз? Бір футболка шығарамыз. Сонымен бізде то адалда аренда бар, цех бар. Оның арендасы 1,5 миллион теңге. Коммуслуга 125 мың, зарплата 3 миллион 258 мың, реклама 314 мың. Мен сіздерге айтқанмын, бұлардың бәріне тұрақты шығындар, Оның бәрін қосамыз, мінекей 5 миллион болды. Мынау total болды, дұрыс па? Total fixed cost болды. Бұлардың бәрі fixed cost, 4 fixed cost қоссаңыз, бәрі total fixed cost болды, дұрыс па? Сол үшін мен бұларын мына белгілеймін. Total fixed cost белгілеймін. Бұлар ауыспайды. Солай ғой. Егер бизнес ешқандай футболка сатпасаңыз, бірақ сіз бәрі де міндетті түрде не төлейсіз? Аренда төлейсіз, зарплата төлейсіз. Енді бізде бір футболкаға кететін шығын бар. Ол не бұл? Ол мата, жіп, бояу деген сияқты. Ол переменный расходы для материалы деген сияқты. Бұлар дананың өсуіне байланысты бұл шығында да өседі. Бір данаға шығын ол 550 теңге, ал бізде дана белгілемеген, сосын белгілейік. Мысалы айтайық, мына компания 2,5 мың дана шығарады дейді. Жарай ма? 2,5 мың дана. Айсы 2,5. Бірақ та бізде айталық, бірінші айда 2,5 шығардық, келесі айда бізде 5% өсім болсын, 5%. Мінекей 5% дейік, рост. Мінекей екінші айда 2625, үшінші айда 2356 өсіп жатыр, көрдіңіз бе мінекей? Мінекей мен жерде әр ай сайын 5% өсу деген бар. Сонымен total variable cost, жиынтық переменный расход. Яғни бізде бір переменный расход 550 теңге, мінекей 550 теңге переменный расход біреу. Оны көбейтеміз данаға, количествоға. Демек, тарт жеріміз, сол кезде бізде total шығады, әр айдың тоталы. Енді total cost не бол? Ол fixed cost, total fixed cost қосылған total variable cost. Сөзде 6 миллион 572 шықты. Біз total cost'ты егер количество бөлетін болсақ, мінеке, бөлеміз количествоға, сол кезде бізде не шығады? Себестоимость шығады екен. Аламызда бетіп тарт жеріміз. Мінеке, бізде қараңыздар, себестоимость құлап жатыр 2628, 2500, 2400, 2300, 2300, 2200, 2100, 2100, 1900, 1800, 1700 мүге түсіп жатыр. Неге? Өйткені количество өсіп жатыр бізде. Енді наценка дейік, наценка бізде 15% болсын, мысалы. Сол кезде бізде 15% болсын. 15% болып тұр. Сол кезде баға қалай болады? Баға бізде былай болады. Бізде себестоимость көбейтілген, жақша бір қосылған біздің наценкамыз. Сосын жақсын жауып. Сол кезде бірінші айдың бағасы бізде футболка 3000 теңге болады. Бірақ та бізде баға бәрі тұрақты қылып жатырмыз. Неге? Так, мына ауысып кетті. Өйткені мен мынаны дұрыс емес істедім. Былай қыламыз да. Былай белгілеймін. Бізде баға бәрі тұрақты болады. Мынаны алып тастаймын 15%-ді. Бізде алғашқы 15% белгіленді. Сол 3000 теңге белгіленді. Біз осы 3000 теңгені қойып жатырмыз баға. Енді әр товардан түскен пайда ол 3000 минус себестоимость. Сол кезде 394 болады. Әр ай сайын неларды өсіп жатыр. Пайда пайыз бойынша ол былай болады. Пайыз бойынша ол 15% бірінші айда, сонымен кетеді 71%-ға дейін бар үстіге. Енді жалпы неге көсек? Таза қаржыға көсек, финансыға. Бірінші айда выручка қанша болады? Ол әрине количество көбейтілген баға. Себестоимость продаж ол бізде total variable cost. Валовый выручка дейміз, ол екеуінің айырмашылығы. Енді аренда коммуслуга бізде ол берілген, ол мінеке мына төртеуі. Ол төртеуін мына жерге қоя саламыз. Сонымен прибыль до уплаты налогов дегеніміз, ол бізде валовая выручка минус мынау, минус мынау, минус мынау, минус мынау шығындар. Сол кезде бізде налог біз белгілейік, 20% деп белгілейік. 20% дейтін болсақ, онда біз прибыль до уплаты налогқа көбейтеміз налогты 20%. Сол кезде мінеке салық шығады. Енді чистая прибыліміз, ол бізде прибыль до уплаты налогов минус
налогтың өзі сол жерде 188 мың болды. Енді маржинальность ол чистая прибыль бөлінген выручка. Онда 43%. Маржинальность ол рентабельность прибыльсін осы. Бұл не ол? Бұл бизнесі қанша пайыз пайда әкелген көрсетеді. Мәселен, мына бизнес бізге 10%, 10,43% пайда әкеліп жатыр. Неге? Өйткені 7.557.000 таза 10%, онда 43%, ол 788 мың теңге. Демек, бизнес осыншама тұрады деген сөз. Енді бізден аламыз да бүйтіп тартып жібереміз. Сол кезде не болды? Мінекей, әр айда өсіп жатыр, маржинальность өсіп жатыр. Неге? Өйткені количество өсіп жатыр. Прибыль с одного налога, прибыль с одного товара өсіп жатыр. Прибыль бізде өсіп жатыр. Жалпы мінекей графикте көрсетілген себестоимость, мынау количество көтерілген кезде себестоимость құлап жатыр. Тауардың түскен патент көтеріліп жатыр. Енді құрметті достар, мына формула өте өміршең формула, біз қолдансаңыз болады. Мына бәрі-бірімен байланған. Мысалы, мен мына жерге 8 десем, мысалы 8. Мінекей бәрі ауысып жатыр. 6 десем, 7 десем өзгеріп жатыр. Мінекей 5 десем, 6 десем өзгеріп жатыр. Сонымен жалпы осындай интегрированный кестені 5-10 минутта жасауға болады. Бұл сіздермен бөлісіп жатырмыз, қалай жасау керек екен. Ең басы аналитикада ол себестоимость жасап, бағанымен салыстырып, дұрыс ценообразование жасап, компанияны убытқа келмейтіндей проекция жасау керек. Projection деген сияқты. Сол құрметті достар, бізден қосымша видеоларды күтіңіздер. Сіздер үшін құнды ақпараттарды саламыз жаймен деп. Жақсы, сау болыңыздар. Сау саламатты болыңыздар.